Базарға барып бірнеше товарларды көру керек. Өзіңізге ұнаған, адамдар көп сатып алады ау дейтін 3-4 товарды аласыз да Инстаграмға рекламаға жіберіп көріңіз. Товар арқылы 1 миллион теңге табу үшін не істеу керек? Инстаграмды ашасың, упаковать етесің, Инстаграмды әдемілейсің, обложкасын жасайсың, видео жасайсың, обзор жасайсың, блогерлерге жарнама жасайсың. Мысалға, бұл бизнесте ешқандай вложение жасамайсың, тек өзіңе жасайсың ғой вложение. 3 бизнес идеяны по факту айтып беремін. Қайсында қалай ақша табуға болады, не істеу керектігін. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Бүгінгі выпускта біз бизнес идеяны айтатын боламыз. Именно студенттерге арналған 3 бизнес идеяны айтатын болам. Өте қызықты болады, соңына дейін көріңіз. Ал алдыңғы подкастта комментария жазған және лайк басқан осы адамдар, мінекей, жеңімпаздар, сіздерді шын жүректен құттықтаймын. 2 адамға умраға, 2 адамға Турцияға жолдаманы осы 4 адам ұтып алды. Мына жердегі номерге, менеджерге, WhatsApp номеріне жазыңыз. YouTube-тағы аккаунт сіздікі екенін көрсетесіз, сізге умраға және Турцияға жолдамаға путевканы сіздерге жіберетін болады. Ал енді сіз де осы видеода лайк басып, комментарий жазып, активность танытатын болсаңыз, келесі жолғы сыйлықтарды мүмкін сіз жеңіп қаларсыз. Ал енді видеоны бастайық. 3 бизнес идея. Енді студенттерді қоғамда көп адамдар кедей адам деп ойлайды. Мен негізі наоборот, бай адам деп санайтын едім, өйткені оларда ақша аз болуы мүмкін, уақыт пен энергия көп. Уақыт бар, энергия көп. И осы екі нәрсе арқылы ақша жасауға болады. Мен өзім 2017 жылы студент кезінде бизнес бастағам. Общагада сағат саттық, Қытайдан товар алып келіп істедік, Инстаграм арқылы товар сатып көрдім, авточехол кәсібін аштым. Жалпы өте көп кәсіп именно студент кезде ашып көрдім. Ал енді қазір кәсіппен айналысу арқылы алға шүкір 2023 жылы 30 миллион теңге BMW автокөлігін алдық. Әкеме автокөлік алып бердім, бірнеше жерге саяхаттадық. Өзімнің қазір основной кәсібім бар, ол жайлы видеоның соңында айтатын боламын. Енді сіз бұл видеоның көру арқылы қандай нәтижені аласыз? 3 айға жазғы демалыста табыс алып келетін бизнес идеяны білетін боласыз. Қандай минус жақтары бар, қандай плюс жақтары бар. Именно ол бизнес арқылы ақша табу үшін не істеу керектігін толыққан түсіндіремін. 3 бизнес идеяны да по факту айтып беремін. Қайсында қалай ақша табуға болады, не істеу керектігін. Бірінші бизнес идея бұл товар сату. Ең қарапайым бизнес идеяларының бірі Instagram, TikTok арқылы товар сатасыз. Белгілі бір нишан таңдайсыз, сол бойынша уже осыны Instagram, TikTokқа товар салу арқылы товар сататын боласыз. Енді бірақ бір нишан таңдап алу сізге қиын болуы мүмкін, сондықтан бастапқы уақытта бірнеше базарға барып, бірнеше товарларды көру керек. Өзіңізге ұнаған, адамдар көп сатып алады ау дейтін 3-4 товарды аласыз да Инстаграмға рекламаға жіберіп көріңіз. Қайсында көп отклик болады, қайсында көп сұраныс болады, соны ғана алып, уже основной соған фокусты қойып сататын боласыз. TikTok-та тоже самое. TikTok-қа да, Инстаграмға да реклама жіберу арқылы сіз білсеңіз болады, қайсы товар көп сатылады, қайсысы аз сатылатын. И көп сатылатынға фокус қоясыз, соған постоянно реклама жібересіз, соны көп Инстаграмда көрсетесіз, соны көп TikTok-та көрсетесіз, қалай қолдану керек, қалай істеу керек, оның қандай көмегі бар өмірге, соның барлығын көрсету арқылы ақша табуға болады. Товар арқылы 1 миллион теңге табу үшін не істеу керек? Бірінші бизнестің түрін анықтау керек. Яғни қандай товар сатайын деп жатсың. Именно соны таңдау арқылы одан кейін уже соған сәйкес Инстаграмды ашасың, упаковать етесің, Инстаграмды әдемілейсің, обложкасын жасайсың, видео жасайсың, обзор жасайсың, блогерлерге жарнама жасайсың. Мысалға, мынандай бір очки сатайын деп жатсаң, онда Инстаграм осыған арнап ашасың. Бұл очкенің қандай плюстары бар, қандай минустары бар, қандай артықшылығы бар, адам өміріне қандай пайдасы бар, видеоға түсіретін болса, видеоға түсіреді, линзалар неден жасалған деген секілді, енді Инстаграмға бәрін ашып түсіндіретін боласың. Блогерлерге жарнама беру. Товар сататын кезде өте маңызды бөлікті құрайды. Блогерлер сенімді адамдар халық оған сенеді, и ол арқылы товар сатуға мүмкіндік бар. Блогерлерге жарнама бердіңіз, адамдар келді, одан кейін сізге ол товарды сатып отыратын менеджер қажет болады. Номер келеді, номерге звондап, осындай товар, мінекей осындай көмегі бар деп сатып отыру қажет. Өйткені сіз постоянно байланыста болып сатып үлгермей қалуыңыз мүмкін, немесе сіз бір өзіңіз жалпы барлық заявканы отработка жасай алмайсыз, и заявкалар көп түскен уақытта менеджерлер бірден звондап сату қажет. И ең бастысы, қазір 2025 жылдан бастап, 2025 жылдың басынан бастап енді актуальны болған, ол TikTok стримге шығып сату. Ванхон дейді ғой, енді стрим арқылы сататын адамды, соны отдельно қойып товарды сататын болсаңыз, бұл арқылы да ақша табуға болады. Және ең бастысы, негізі товар сатып ақша табудың соңы ол брендке алып бар ғой.
яғни сіз бастапқы уақытта мынандай аты жоқ очкиді сатып жүрдіңіз, бірақ адамдар сіздің очкиңізді тұтынып көрді, отзывтар жазды, пікір қалдырды, өте күшті болып жатыр, ұнап жатыр, и уже сіз бұл очкиді өзіңіздің атыңызбен брендировать етіп сатуда. Негізі товар сатудың смыслы ары қарай өсуі, ол сода, смысл сода. Ең соңында бренд істейсіз, и бренд арқылы уже бүкіл әлемге, маркетплейстарға, үлкен сайттарға шыға бастайсыз. Вот осы арқылы 1 миллион теңге табуға болады. Видео қызықты болып жатыр деген сенімдемін, бірақ мен сіздерге бір керемет сыйлықтар дайындап қойдым. Осы видеода активность танытқан 4 адамға мынандай сыйлықтар беретін боламын. Біріншісі, бұл умраға жолдама. Мына жолдаманың өзі 2 адамдық. Содан мен 2 адамға бір жолдамадан сыйлайтын боламын. Сонымен 2 умраға жолдама. Келесі 2 адамға мен Турцияға, Анталия, Памуккале, Каппадокияда сіздерге экскурсиясымен бірге 2 адамға осындай жолдама сыйлайтын боламын. Жалпы 4 сыйлықты, міне 4 адамға осындай 4 сыйлық дайындап қойдым. Осы сыйлықтарды алғыңыз келсе, бірінші шарт бұл каналға тіркелу міндетті түрде, YouTube каналға. Екінші шарт осы видеоға лайк басу және комментарий жазу. Үшіншісі осы видеоны Instagram'ның сторисіңізге алып, мені белгілеп шығу. Ал барлықтарыңызға сәттілік. Енді әрине оңай емес. Айтылуға, көруге жеңіл болып тұр барлығы. Товар сатудың кезінде ол адамдар бірден мана товар маған ұнайды, онда осыны алайын демейді ғой. Оған сату керек. Біріншіден менеджердің қабілеті мықты болу керек. Екіншіден белгілі бір ақша болу керек, сол товарды сатып алатын. Сізде по факту болу керек қой. Иә, бастапқыда жүресіз, заявка келді, сатып алдыңыз, заявка келді, сатып алдыңыз, бірақ ұзаққа бармайсыз. Ол товар наличие бітіп қалуы мүмкін. Менің кезінде өте көп болған ондай ситуация. Мен басында да товар сағат сатқан кезде базардан алып сатып жүрген, бірақ одан кейін тек оптым алу керек болды. Кейде бітіп қалады, заявка, заказчик, клиент саған төлем жасап қойды, барахолка барасың, ол товар жоқ. Осындай ситуация болмас үшін сен оптым сатып алуың кездер болады. Енді маркетинг жағынан да тәжірибе болу қажет, өйткені бағана айтқан нәрселердің бәрі оңай емес. Таргет жіберу керек, TikTok стримге шығу керек, одан кейін контент жасау керек. Жалпы осылардың барлығын алып блогерлермен байланысқа шығатын болсаң, онда 1 миллион теңге таба аласың. Енді бірден 1 айда деп кетпей қойын, 3 айда жақсы табысқа шығуға болады. Екіншісі қызмет сату. Қызмет сату деген қабілеттерді үйреніп, SMM болуы мүмкін, мобилограф болуы мүмкін, не бар тағы, ассистенті, қазір көмекші болып, сөйтіп таргет жіберу деген сияқты болуы мүмкін, сайт жасау, дизайн жасау деген секілді қызметтерді сату арқылы ақша табуға да болады. Алдымен оны үйренесің, одан кейін барып уже қызметін сата бастайсың. Бұл бизнесте ешқандай вложение жасамайсың, тек өзіңе жасайсың ғой вложениені. Яғни өзің бірінші үйреніп алуың керек. Мысалы, таргет жіберуді білмейсің, барып үйреніп аласың, сөйтіп уже таргетті жіберу керек. Кімге жіберіп беру керек? Сол клиенттерді табу арқылы бір қызмет көрсетіп ақша табуға мүмкіндік бар. Нарықта енді біраз фрилансерлер жақсы табыс тауып жүр. И рынок өсіп жатыр да. Сұраныста көп, сәйкесінше оны жасайтын адамдар да көбейіп ақша тауып жатыр. Мысалы, мобилографтар бұрын 1 айда 1 миллион теңге табу үшін 250 мың теңгеден 4 проект алатын. Қазір мобилографтар бір проекттен де нормально табады. 400 мың, 500 мың теңге алады. Енді 2 проект алатын болса 1 миллион теңгені оп-оңай тауып жүреді. Енді бұл саланың да минусы бар, оған да тоқтала кетейік. Барлығы әдемі емес қой, минусы бар, 2 минусы бар. Бірінші минусы, бұл салада опыт жинап, табысқа шығып кету үшін саған 2-3 ай уақыт керек та. Клиенттер жинауың керек. Бастапқыда сен ақшаға емес, сен бесплатно да жасауың мүмкін. Өткен саған кейстар жинау керек. Адамдарға сен просто барасында бутикке бар, бесплатно түсіріп бересің видеолар. Олар саған ризашылығын білдірді ме, сен оны видеоға түсіріп алып, сен осылай кейстар, отзывтар жинай бастайсың. Алғашқы 2-3 ай. Одан кейін барып саған адамдар өздері сұрай бастайды. Сұрайды сенен, түсіру қанша теңге, қалай болады деп. Сен сол кезде осы кейстарды көрсету, пайдалану арқылы ақша жасайсың. Осындай жалпы минусы бар. Енді портфолио жинап, осындай портфолио дейді ғой, енді отзыв жинап, кейс жинау арқылы бір где-то алдағы 1 жылда өте көп табыс табуға болады. Үшінші, бұл тендер саласы. Мен өзім тендермен айналысып жүргеніме 5 жыл уақыт болды. Тендер дегеніміз бұл сауданың бір түрі, именно мемлекетпен бизнес. Қалай ақша табамыз? Біз жерде сен осы мысалы очкиді өндіретін оптовиктен товарды сатып алып мемлекетке өткізесің. Мемлекетке сатып ал, менен міне мына товар деп айтудың қажеті жоқ. Просто сен сол товарды арзан бағада таптың ба, үстіне пайдаңды қосасың, мемлекетке өткізесің. Мемлекет просто заранее саған айтады, маған мынандай товарлар керек деп. Мысалы, мынандай болуы мүмкін. Акимат. Кез келген мемлекет мекеме, акимат, садиктер, больницалар, ауруханалар олар тендер жариялайды и айтады маған, мысалы, акимат 10 телевизор керек деп тендерді порталға жариялап қояды, сайтқа. Сол сайттан көресің сен.
10 телевизор керек, әрқайсына 400 мың теңгеден сұрайды. 4 миллион теңге тендер жарияланып тұр. Поставщик іздейсің. Яғни жаңа товар сататын адам ғой, оптовиктер. 10 штук телевизорды 180 мың теңгеден алуға болады. 10 штук аз емес қой. 1 миллион 800 мың теңге общий товардың шығыны, доставка 30 мың теңге, 3% налогың бар 72 900 теңге, соның бәрін алып тастайсың. Общий шығын 1 миллион 902 900 теңге шығынның үстіне 600 мың теңге таза пайда қосып, 2,5 миллион теңгеге мемлекетке товарды өткізесің. 600 мың теңге бір тендерден осылай табуға болады. Бұл енді бір крупный тендерлердің бірі ғой. Таза пайда 600 мың теңге бір тендерден қалды. Бұған жетуге болады. Бастапқы уақытта жалпы аз-аздан да бастауға болады. Негізі 5 қадам бар ғой. Біріншісі бұл тендер табу. Бағанағы ниша таңдау деген секілді тендердегі бірінші қадам бұл тендер табу. Өзіңе ұнайтын тендер тауып болуың керек та. Табаламау, түсіндім мына товарды дейтін. Тендерде өте көп товарлар бар, әртүрлі. Мына жерде не бар, соның барлығы бар. Камера, светодиодный лампалар бар, ноутбуктар бар, стол бар, телефон бар, очки бар, көп. Поставщик табуың керек, яғни арзан бағада бұл товарды кім сатып отыр? В принципе, саудадағы секілді ғой. Доставканы есептеуің керек. Бағана 30 мың теңге, 20 мың теңге деген секілді. Төртіншісі, заявка беріп білуің керек. Именно осы момент маңызды да. Технический часть қой. Сен сайтқа кіріп, тендерді іздеп, и заявка беріп білуің керек. Бесіншісі, ұттың ба тендерді? Ұттың, енді орындауың қажет. Яғни сол товарды арзанға аласың, сөйтіп заказчикке апарып бересің. Енді үлкен плюсы, товарды заранее сатып алудың қажет жоқ. Сен тендер ұтасың, тендер ұтқаннан кейін саған договор келеді. Міне осы договор бойынша саған ақша төлеймін дегеннен кейін ғана сен товарды сатып аласың. И тендер жарияланатын порталдар өте көп. Госзакуп порталы бар, Самұрық-Қазына, Мидворк порталдары бар. Мысалы, Госзакуп порталында гос деп атайды тұр ғой, мемлекеттік мекемелердің тендері жарияланады. Бағана акимат осы жақта. Мидворк деген портал бар. Назарбаев интеллектуальный школаны білесің, енді студент болатын болсаң. Отбасы банк, Toyota компаниясы, Байтерек, там не бар, Астана Хаб, Казэкспо, Конгресс деген секілді үлкен компаниялар, Эйр Астананы білесің, мысалы, олар осы Мидворкта тендер жариялайды. Самұрық-Қазына порталында национальный компаниялар, ұлттық компаниялар тендер жариялайды. Мысалы, Қазмұнайгаз, Қаржанбас мұнай, не бар там? Қазақтелеком білесің ол компанияны, Киселл акционерный общество, Қазақстан темір жолы, олар тендерлерін Самұрық-Қазынада жариялайды. Міне экрандағыдай мынандай тендерлер бар. Порошок 90 мың теңге, перчатка гелевые 90 мың теңге, мыло антибактериальный алоэ дозаторым 120 мың теңге деген секілді кішкентай тендерлер бар. Тряпка 60 мың теңге, ветош 240 мың, ведро мусорный 18 литрлік 160 мың. Қарапайым үйде қолданып жүрген базардан алуға болатын товарлар ғой. И үлкен суммалар да бар. 5 миллион, 10 миллион, 7 миллион, 100 миллион теңгелік тендерлер де бар. Қаласаң оған да қатысуға болады. Ал егер тендер туралы толығырақ ақпарат білгің келеді, осы салада ақша тапқың келеді десең, және осы сала сені қызықтырса, онда кешкі 21:00-де болатын сабаққа тіркел. Сол жерде толыққанды түсіндірем, қалай ақша табу керек екенін көрсетем, қалай ол порталда жұмыс істеу керек екенін практически сіздерге барлығын түсіндіретін боламын. Және сол сабақта бұйырса 2 миллионнан жоғары тендерге талдау жасайтын боламыз. Ол үшін описанияда тұрған сайтқа өт, сол жерге тіркеліп ал, и кешкі сағат 21:00-де болатын сабаққа кір. WhatsApp группаға қосылсаң, сол жерге сілтемесін жіберетін боламын. Егер видео ұнаса, онда лайк басыңыз, егер өзіңіздің пікіріңіз болса, комментарий жазыңыз, және конкурсқа міндетті түрде қатысыңыз.